Күмән расталып, қау бұлғайды. Өз өмірін алаңдаған кәсіпкер Олжас Мұқажанов оған шабуыл жасаған сотталушылардың бабы бұзақылыққа ауысқаннан наразы. Өткен апта Бұқарадан араша соттан әділдік сұраған азамат енді қайтадан үреймен өмір сүремін бе деп алаңдайды. Оны өлтіруге тапсырыс берген, әлі іздеуде жүрген адам енді бұл жағдайдан соң бірден ақталады дейді. Бұзақылық бабы бойынша тапсырыс беруші адам бұл істе тыс қалады. Яғни мен өлтіру үшін қылмыскерлер жіберген бұрынғы шенеунік Анарбек Ерлан ақталайын деп тұр. Ол әлі күнге дейін халықаралық іздеуде. Қылмысқа қатысы бары толығымен дәлелденген болатын. Бірақ неге екені прокурор араға бірнеше жыл салып 14 жылға сотталған 3 азаматтың бабын адам өлтіруге оқталудан бұзақылыққа ауыстыруды сұрады. Бар келтірген дәйектері 1,5 метр қашықтықтан травматикалық тапаншамен адамды өлтіре алмайды. Бірақ осыған дейінгі сот отырыстарында 1 метрден кем қашықтықта маған оқ атылғаны дәлелденді. Шикілік көп. Енді жоғарғы сотқа шағым тастаймын. Айта кетейік, осыдан 7 жыл бұрын Елордада Олжас Мұқажанов пен оның танысына шабуыл жасалып, күдіктілер травматикалық тапаншамен атып кетті. Басынан жарақат алған азамат әлі күнге дейін денсаулығы қалпына келмегенін алға тартады. Бұл шабуылды сол кезде бизнесіне көз салғандармен байланыстырды. Қылмысты орындаған 3 адам 14 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Ал Мұқажановты өлтіруге тапсырыс берді деген Ерлан Анарбекке халықаралық іздеу жарияланды. Ол 7 жылдан бері ұстатпай келеді. Енді соңғы соттың шешімі бойынша айыптылар бұзақылық бабымен жазасын өтеген болып саналып, бостандыққа шығады. Сотта соңғы сөзін сөйлеген сотталушылар Мұқажановтың өзінен кешірім сұрады. Ал қайта қастандық жасалуы мүмкін деп өміріне алаңдаған кәсіпкер жақын арада әділдікті жоғары соттан іздемек.